Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Бүгінгі менің бейнеролигім қазақтың амандасу салт дәстүріне арналады. Өкінішке орай бүгінгі таңда жастар түгіл үлкендердің өзі қазақ бір-бірімен қалай амандасқанын және сол салт дәстүрді ұстануды ұмытып келе жатырмыз. Ал біздің қазақ халқы жалпы амандасуға өте үлкен назар аударған. Сәлем сөздің анасы деген дана халқымыз өзінің бала шағасын қалай адамдарға сәлем беру керек, ол сәлемге қалай жауап беру керек деген нәрсеге қатты назар аударған. Өйткені қазақтың арасындағы ең жаман қарғыстардың бірі ол көргенсіз сәлем беруге жарамаған деген сөздер болатын. Бұл сөзге өзінің балаларының ілінгенін ешбір қазақ қаламаған. Ал енді қазақ бір-бірімен қалай амандасқан десек, немесе амандасу салтының ережелеріне келетін болсақ, ол келесі. Біріншіден, қазақ халқында сәлемдесу, яғни сәлем беру, ежелден де кіші адам үлкенге сәлем беруден басталатын да, ал үлкен адам сол сәлемді қабылдайтын. Ал енді жаңағы бір-бірімен бетпе-бет келіп қалған кезде, әйел адам ер адамға сәлем беретін. Атты адам, жаяу адам аттың үстінде отырған адамға сәлем беретін. Отырған адамға тұрып тұрған адам сәлем береді. Алыстан келген, қонақтап келген адамға сол ауылдың тұрғыны сәлем береді. Жатқан адамға тұрған адам сәлем береді. Ауру адамға сау адам сәлем береді. Көп адамға сол топқа келген немесе сол топқа жақындаған жалғыз немесе саны аз адам сәлем берген. Бұның барлығы қазақ халқының сәлемдесу әдебінің ережелері болып саналады. Ал енді мынандай ситуацияны елестетейік. Мысалы, қазақтың даласында бір-бірін танымайтын екі еркек, екі ер жігіт, екі ер азамат кездесіп қалдық дейді. Екеуі бір-бірін танымайды. Қайсының жасы үлкен, қайсының жасы кіші екенін білмейді. Сондықтан да бұл жерде қазақ бір-біріне қалай сәлем береді? Бұл жағдайда жаңа қазақ баласын келесі сәлемдесу ережесін қолданған. Әр қазақ бұл кезде алғаш болып, яғни бірінші болып сәлем беруге тырысқан. Себебі кішкентай кезінен бастап әрбір қазақтың азаматы өзінің балаларын тәрбиелеген кезде мынандай бір хадисті келтіріп отырған екен. Бір күні дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға бір пайғамбарымыздың бір сахабасы келіп, я Расулалла, екі адам кездескен кезде кім алғаш сәлем беру керек деп сұраған екен. Сонда пайғамбарымыз кімнің Алла тағала алдында қадірі мол болса, сол бірінші амандасады деген екен. Яғни осы Алла тағаланың алдында қадірі мол болсын, көбірек сауапқа ие болайын деп, далада кездесіп қалған екі адам бір-бірінің қайсы үлкен, қайсы кіші екенін танымаған кезде бір-біріне бірінші болып сәлем беруге тырысқан екен. Ал енді ары қарай келетін болсақ, қазақтың амандасу салтының тағы да бір ерекшелігі, қазақ халқы ешқашан тек формальды түрде амандаспаған. Сәлемдесу ол кәдімгідей үлкен бір диалог болған екі адамның арасындағы. Мысалы, қазіргі таңда көптеген бір теорияларды естиміз ғой. Қазақ армысыздар деп амандасқан, немесе қазақтар ассалаумағалейкум деп қана амандасқан, немесе қазақтар сәлеметсіз бе деген сөзді қолданбаған деген бір хайп теорияларды естіп жатырмын. Бұған мен мынандай нәрсе айтқым келеді. Көптеген тарихи деректерге сүйене отырып, мен мына нәрсені түсіндім. Жалпы жаңағы сәлемдесу диалог дедік қой. Сол диалог негізінен үш сөздің біреуімен бастала берсе, ол салт дәстүрдің бұзғаны болып саналмайды. Біріншіден ассалаумағалейкум деп амандасса, екі адам бір-бірімен диалогты солай бастаса, ол нормально. Немесе армысыздар деп амандасса, екі қазақ бір-бірімен. Бұл да нормально. Өйткені қазақ білеміз, мал жанымның садақасы, жан арымның садақасы деген. Яғни арды бірінші орынға қойған халқымыз армысыздар деп амандаса берген. Яғни арларыңның, ар намыстарыңның жағдайы қалай, ешкім ар намыстарыңды таптап жатқан жоқ па деген сияқты. Бұл да дұға десек болады. Және де сәлеметсіз бе деп те амандасуға болған. Өйткені сәлем деген ол Алла тағаланың 99 есімінің бір екенін ұмытып кеттік біз. Сәлеметсіз бе дегеніміз ол да дұға екен. Яғни сен сәлемнің, яғни Алла тағаланың, яғни Құдайдың қорғанындасың ба, қалың қалай болып жатыр деген сияқты, немесе сол Алла тағаланың қорғанышында бол деген сияқты дұға тілек. Сондықтан да ардақты ағайын, ассалаумағалейкум, армысыздар және сәлеметсіз бе деген амандасуды бастаудың үшеуі де дұрыс деп саналады.
Ал енді осы үш сөздің біреуімен сәлемдесуді бастағаннан кейін ары қарай көбінесе қазақ халқы мынандай сұрақ қойған екен: мал жан аман ба? Одан кейін бала шағаңыз түгел ме? Ауыл аймақ ел жұрт есен бе? Бәйбіше тоқалдарыңыздың дені сау ма? Келін кепшік бала шағаларыңыз өсіп жатыр ма? Ауру сырқау, өлім жетімнен түгелсіздер ма? Деген сияқты сұрақтарды қойған екен. Яғни тағы да бір рет қайталап кетемін. Екі қазақ бір-бірімен кездескен кезде құр ассалаумағалейкум немесе сәлеметсіз бе деп немқұрайлықпен тарап кетпеген. Біздің ата бабамыз әрқашанда амандасқан кезде міндетті түрде бір-бірінің ішкі дүниесіне кіріп, жағдайын шын пейілмен, шын ниетпен білуге тырысқан. Ал енді сол жаңағы бір қиын жағдай болып амандасып тұрған адамның бір қиын жағдайға ілесіп қалғанын түсінсе, онда соған шын ниетпен ауырып жатқанын, мысалы бір балам ауырып қалды десе, шын ниетпен оған дұға тілеп, тілек тілеп, жазылып кетсе екен деп шын ниет білдірген. Көрдіңіздер ме? Сондықтан да бір қазақтың екінші қазақпен амандасу ешқашан формальды түрде болмаған. Олар қазақтар бір-бірімізге ниеттес болғанымыз. Бірақ бір жағдайда ғана адам сәлем бермейді екен. Сәлем бұл кезде екінші орынға кетеді. Бұны да біз қазір ұмытып жатырмыз. Бұл жағдай адам қайтыс болған кезде. Мысалы, бір адам қайтыс болған кезде, сіз сол адамның үйіне барсаңыз, ең бірінші сіз кірген кезде ассалаумағалейкум деп амандаспайсыз. Немесе сәлеметсіз бе, немесе армысыздар деп амандаспайсыз. Өйткені ең бірінші адам қайтыс болған үйге кірген кездегі қазақтың алдындағы бірінші парызы ол көңіл сұрау, көңіл айту. Сол қаза көтеріп отырған отбасыға көңіл айту. Сол кіресіз, көңіл айтасыз. Одан кейін барып шыққаннан кейін ассалаумағалейкум, сәлеметсіздер, армысыздар ма деп амандасуға болады. Яғни тағы да қайталап өтем, бір жағдайда сәлемдесу, яғни сәлем беру екінші орынға кетеді. Ол сіз қайтыс болған адамның үйіне көңіл айтуға келген кезде. Сәлем бергенде тағы да бір қазақтың бір ерекшелігі амандасу салтындағы. Қазақ ешқашанда тек сөзбен сәлемдеспеген, яғни сөзбен бірге іс қимылда жүрген. Мысалы, ең бірінші кездескен ер адамдар, яғни сәлемдесіп бір-біріне ассалаумағалейкум немесе армысыз деп амандасқан кезде, ер адам міндетті түрде бір-біріне қол беріп, қол алысып амандасқан екен. Бірақ бұл жерде айта кететін жағдай, ешқашанда қазіргі біздің қазақтың жастары сияқты, ой, родной, қалың қалай деп, ер адамдар бір-бірінің бетін сүймеген. Олар қол беріп, қолын алып, құшақтасып, сөйтіп амандасқан ер адамдар. Бірақ ешқашан қазақтың ер жігіттері сүйісіп амандаспаған. Бұған да мынандай бір хадис бар. Бір күні пайғамбарымыздың бір сахабасы пайғамбарға келіп, ей Алланың елшісі, осы дос пен бауырлар бір-бірімен жолығып кездескен кезде құшақтасып, сүйсе бір-бірін бола ма деп сұраған екен. Сол кезде пайғамбарымыз жоқ деп жауап береді. Яғни әлгі кісі сонда бір-біріне бетінен сүймесе, онда жоқ дегенде хотя бы қолынан ұстап амандасса бола ма дейді. Сол кезде пайғамбарымыз, кісілер бір-бірімен сәлемдескен кезде шүкіршілік етіп, Алла тағаланың тілегі қабыл болсын деп бір-біріне дұға етіп, қолдарын беріп, қолдарын амандасып сәлемдессе, бұл екі сәлемдесіп тұрған адамның күнәсін Алла тағала кешіреді деген екен. Сондықтан да родной, қалың қалай деп бір-біріміздің бетімізден сүюді ағайын қою керек. Бұл қазаққа тән емес дүние. Бұл мұсылманға да, қазаққа да жат нәрсе. Және де тағы да бір айта кететін дүние осы жерде. Сәлем беру сүннет, жауап беру міндет деген біздің дана бабамыз. Яғни сәлем берудің өзі сүннет, яғни сауапқа ие боламын дейтіндей болса, ол сәлемді қабыл алу, ол сәлемге жауап беру, ол міндет болып саналған екен біздің халқымызда. Сондықтан да сәлемге жауап берудің өзінде қазақ халқым неғұрлым жаңағы саған мысалы ассалаумағалейкум десе, уағалейкум ассалам жаным ау, қалың қалай деп кішкене одан да сәлем беріп тұрған адамның сәлеміне қарағанда одан да көркем, одан да ниеттес, одан да көбірек сөз пайдалану арқылы жауап беруге тырысқан екен біздің дана халқымыз. Бұл да қазақ амандасу салтының бір ерекшелігі. Яғни көркем түрде сәлемді қабылдау, сәлемге одан да көркемді түрде жауап беру деп үйреткен кішкентай кезінен бастап қазақ өзінің балаларын. Ал енді қазақтың әйелдерінің сәлемдесуіне келетін болсақ, бұл жерде тағы да айта кететін бір жағдай, қазақтың әйелдері сәлемдесу кезінде еш уақытта бір-бірімен сүйіспеген. Бетінен де сүймеген, ерінен де сүймеген. Ал енді екі әйел бір-бірімен қалай сәлемдескен? Қазақтың екі
әйел келіншек кездесіп қалған кезде жасы кіші әйел жасы үлкен әйелге иіліп тұрып сәлем берген екен. Ал жаңағы жасы үлкен әйел болса, әгі иіліп тұрған сәлемді қабылдау белгісі ретінде басын иіп жауап қайтарған екен. Көрдіңіздер ме? Ал енді екі әйел жаңағы далада кездесіп қалдық дейді. Екеуінің қайсысының жасы үлкен, қайсысының жасы кіші екенін білмейтіндей, танымайтын кезде, сонда сәлемдесу қалай жүзеге асады деген кезде, екі әйел де бір-біріне бастарын изеп сәлем береді екен. Өйткені білмейді ғой, қайсысы үлкен, қайсысы кіші екен, қайсының жолы үлкен, қайсының жолы кіші екенін білмейді ғой. Сондықтан да бастарын изеп сәлем берген екен. Және де тағы да осы жерде айта кететін адам, әйел адам ешқандай ер азаматпен ешқашан сүйісіп немесе құшақтасып амандаспаған. Бұл жат нәрсе қазаққа, қазақилыққа жатпайды. Қазақ бүйтіп амандаспаған. Бұл жағдайда жаңағы қалай амандасқан дейміз ғой. Әйел адам ер азаматпен тек сөзбен ғана амандасып, сөзбен ғана жауап берген. Бұл жайлы Айша анамыздан келген бір хадисте Алланың елшісіне еш қашанда бір әйелдермен амандасқан кезде оның қолының ұшы басқа өзінің жұбайларынан басқа ешқандай әйелге қолының ұшы тиіп көрмеген екен амандасу кезінде. Көрдіңіздер ме? Сондықтан да басқа бөтен өзіңнің әйелің емес, өзің Құдай қосқан жұбайың емес, басқа әйелдермен амандасу кезінде сөзбен, яғни тілмен амандасамыз. Сәлеметсіңдер ме? Ассалаумағалейкум, армысыздар ма? Қалдарыңыз қалай деген сияқты. Көрдіңіздер ме? Туған інімен туған әпке болса да екеуі бір-бірімен тек тілмен, сөзбен амандасқан. Ешқашан бір-біріне құшақтасып, бетін сүймеген. Бұл туралы тіпті жаңа біздің Бауыржан Момышұлы атамыз өзінің Бабалар аманаты деген кітабында мынандай бір керемет жазба келтіреді. Қыз деген әр еркекке қолын ұстата берсе дейді, алақанның қытығы кетеді. Қытығы деген ұяты. Ұят кетсе, қыз сұйылады. Қолын жігіттерге қымсынбай жиі ұстатуға дәніккен бой жеткенде, қызға тән нәзіктік, пәктік, сыпайылық жұтайды. Қылықтары дарақланып, жүрістерінен жаңылады. Осылай ойнақтап жүріп, от басып, әлгі қыз өкінішке ұрынады. Сондықтан да қазақ ешқашанда бөтен еркекке, әкесіне, бауырына өзінің қолын немесе денесін ұстатпаған дейді. Бұл Бауыржан атамыздың айтқан өсиеті. Көрдіңіздер ме? Алдындағы біздің қазақи салт дәстүрімізге қалай керемет үндесіп тұр. Және де тағы да бұл жерде айта кететін дүние, енді ең соңғы айта кететін нәрсем, қазақ тек адамға ғана емес, шаңыраққа да сәлем берген. Бұл да біздің қазақ халқына тән дүние. Мысалы, қазақ қонақ болып біреудің үйіне кірген кезде, шаңырақты босағасынан кіре берген кезде әлгі шаңыраққа ассалаумағалейкум немесе сәлеметсің бе деп әлгі шаңыраққа міндетті түрде сәлем берген екен. Өйткені сол шаңырақтың іргетасы мықты болсын, жамандық кірмесін деген жорамалмен сондай шаңыраққа сәлем беру арқылы әлгі шаңыраққа, сол шаңырақта өмір сүріп жатқан отбасыға ниетін білдіреді екен, түзу ниетін білдіреді екен. Көрдіңіздер ме? Сондықтан да құрметті ағайын, міне қазақтың амандасу салтының негізгі бір ережелерімен сіздерді таныстыруға тырыстым. Енді ұмыт қалған жерлерім болса, өздеріңіз комментарийде жазып жатарсыздар. Осы видеоға лайк басыңыздар, менің қазақша каналыма жазылыңыздар. Ең басы, қазақ бір-бірімен қалай амандасқанын балаларымызға үйретіп жүрейік, ағайын. Өйткені біз осымен қазақпыз, осымен қазақымыз. Сау болыңыздар.